Осындай таяқшаның көмегімен жаңағы шұбалшанның ортасына саламыз. Екінші саусақпен осылай көтеріп ыдысқа салсаңыздар болады екен. Ортасынан не қылу керек? Осылай ыңғайлы екен. Мына жақта екеуін бірден ұстаса болады. Қашып кетті. Себебі мынау қолмен ұстау өте қиын. Кейде үзіліп кетеді, көрдіңіз бе? Қолдан құлап кетеді, басқа алынбайды. Сондықтан осындай ағаштың көмегімен ыңғайлы екен. Егерде жинайтын ойларыңыз болса. Ары қарай жүрейін десе, мына жаңбыр жоқ. Және жерге жабысып қалған. Борттан шығып кеткен еді. Көрдіңіз бе? Қанша өте көп. Жаңбыр тоқтаған соң дальше жүрулері қиындап қалған. Мінекей. Жерде жабысып қалған. Көшеге де шығып кеткен, көшеге дейін шыққан ғой. Енді амалдап осылай азын-аулағын теріп алайық.